Финляндия қалай оянды деген кітаптың мына жері өте керемет екен, оқып берейін. Интеллигентке айлану дегенің жаңаша үлгіде киіну емес. Жейдеңнің жағасын крахмалмен тіктеп қойып, басыңдағы сәнді қалпақты тастамай жүргенің ештеңе дәлелдемейді. Интеллигенция деген халықтың ақыл парасаты. Сендерді тәрбиелеп, білім беріп, көздеріңді ашқандағы халық сендерден не күтеді? Халық сендерді болып толған соң жоғары жалақы алып, кешкісін қымбат мейрамханада көңіл көтеріп, карта ойнасын деп оқытқан жоқ. Онда сендер интеллигенция емес, оның ішіне түскен құртсыңдар. Сенің міндетің өзіңнен кейінгі толқынның ерік жігерін, ақыл парасатын, ар ұятын ояту, ойға қозғау салу, шаруаларға, жұмысшыларға, төменгі тапқа дұрыс өмір сүруді үйрету, оларға жұмыс істеуді үйретіңдер. Бай болмаса да тұрмысын түзеуді үйрет. Денсаулығын, баласының денсаулығын қалай күту керегін түсіндір. Әулеттің берекесін қалай ұстау қажеттігін айт. Әйелді қалай күту керегін, күйеудің бабын қалай жасау керегін, баланы қалай тәрбиелеу керегін үйрет. Біреуге үйрету үшін өзіңнің де жүріс-тұрысың соған сай болсын. Сөзің мен ісің бір жерден шығып, ұлттың тәрбиешісі атануға лайық екеніңді көрсет. Естеріңде болсын, со мен бір үлкен әулет. Ал фин халқы, мейлі ол кедей шаруа болсын, кір жуатын жесір әйел болсын, ол сенің інің немесе қарындасың. Сенің міндетің сол халықты мәдениеті жоғары елдердің қатарына қосу. Есіңде болсын, халқың сауатсыз болса, маскүнем, жатыпшер, дарақы болса, обалы сенде, ол сенің кінәң. Со мендегі көз ашық жас толқын мұғалімдер, пірәдірлер, дәрігерлер осы ойды насихаттады.